Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызда еритін балқыған начинкасы бар өте жұмсақ әрі хош иісті карамельді пирог дайындаймыз. Қарапайым өнімдерден жасалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстіне қантымызды салып, енді жұмыртқамызды қосып, барлығын осылай вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, осылай 2-3 бөлікке бөле отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей осындай әдемі қамыр болып шығады. Енді осылай пакетке салып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқамыздың үстіне сметанамызды салып, және вареный сгущенкамызды құйып, үстіне кукуруз крахмалын қосып, осылай блендердің көмегімен араластырып алатын боламыз, біртекті болғанша. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді холодильниктен шыққан қамырымызды формаға осылай қолымызбен жайып алатын боламыз, барлығын біртекті етіп. Осылай жайып алған қамырымыздың үстін осылай вилканың көмегімен осылай тесіп шығатын боламыз. Астының бәрі толық пісу үшін. Енді дайын болған қамырымыздың үстіне начинкамызды құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды кішкене суытамыз. Суыған пирогымызды осылай әдемі етіп әрлеп қойсаңыздар болады, немесе сол күйінде ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің керемет карамельді пирогымыз дайын болды. Рецепт сізге ұнады деп үміттенемін. Егер жасап көрген болсаңыз, пікірде бөлісуді ұмытпаңыз, және каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қолдауларыңыз маған күш береді. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.